83회 한국어 능력시험 2 듣기. 아래 1번부터 50번까지는 듣기 문제입니다. 문제를 잘 듣고 질문에 맞는 답을 고르십시오. 수락? 다음을 듣고 가장 알맞은 그림 또는 그래프를 고르십시오. 입장 시작합니다. 네, 알겠습니다. 전시장 дегенimiz бұл выставочный зал, яғни көрме өтетін залға кірсем болады ма деді. Сәл күте тұрыңыз, бірер уақыттан кейін басталады. Қай сурет сәйкес келеді? Сурет әзірге сәйкес келіп тұр. Келесі сурет сатып орап жатыр. Бұл жерде сату туралы ешқандай әңгіме болған жоқ. Бұл сәйкес келмейді. Автомат өшіреміз. Үшінші сурет буклетті көрсетіп, буклеттен сұрап жатыр, мынау не туралы гид, бұл жерде гид сәйкес келмейді. Төртінші суретте құмыраның ерекшелігі туралы айтып жатыр. Вообще құмыра туралы айтқан жоқ. Сол үшін біріншісі дұрыс болады. 2번. 무거워. 이 화분은 어디에 놓을까? 여기 창문 앞은 어때? 그래, 거기가 좋겠다. 무거워 дегеніміз ауыр, яғни ер адам ауыр затты көтеріп тұр, қай жерге қояйын деді. Менің алдына жанына қой деді. Бірінші сурет сәйкес келіп тұр, екінші сурет өйткені мынау ауыр затты көтеріп тұр. Екінші суретте гүлді қопарып қайттан орнына салуға тұр. Екінші сурет автомат келмейді. Үшінші суретте гүлді уже қойып қойған. Гүлді қойған жоқ, ол әлі көтеріп тұр. Төртінші суретте гүлді суаруға тұр. Сәйкес келмейді. Яғни дұрыс жауабы біріншісі болады. 3번. 외국인 관광객들이 한국을 방문하는 목적은 휴가가 가장 많았습니다. 다음으로 사업과 친척 방문이 뒤를 이었는데요. 그렇다면 외국인 관광객들은 누구와 함께 한국에 올까요? 가족이나 친구가 54%로 가장 많았고 혼자가 33%, 동료가 10%로 나타났습니다. Кореяға келетін себептер, яғни қандай себеппен келеді, не арқылы келетіні туралы айтып тұр графикта. Мына жерде бірінші сурет бірінші орында сауық, жұмыс бойынша, екінші орында хюга, отпускқа, демалысқа келеді, үшінші орында 친척 방문, яғни туыстарын көру үшін келеді деді. Туыс туралы ешқандай әңгіме болған жоқ, демалыс туралы әңгіме болған жоқ. Бір сәйкес келмейді, бірінші жауап дұрыс емес. Екіншісі хюга, 친척 방문, сауап, бұл да тура сондай, тек орындарын ауыстырған, хюга туралы айтқан жоқ. Сол үшін екіншісі сәйкес келмейді. Үшіншісінде сызғаным хонжаға, яғни жалғыз өздері келетіндер 33% деп айтты. Тоңыры коллегалармен келетін адам 10% деді. Осы сәйкес келуі мүмкін. Мына екеуі туралы айтпады, қажықпен кита туралы. Төртінші суретте тоңырыны 33% деді да, хонжаны 10% деді. Ол қатеге сәйкес келмейді. Дұрыс жауабы 3 болады. 다음을 듣고 이어질 수 있는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한 번 읽겠습니다. 4번. 민수야, 내가 빌려준 책 읽고 있어? 재미있지? 응, 재미있어. 근데 언제까지 돌려주면 돼? Мен саған берген кітап қызық па? Оқып жатырсың ба деді. Сосын ер адам не деді? Мен саған берген. Ертең қайтарып бер, бір аптадан кейін қайтарып бер деген уақытты айтады. Сол үшін сондай жауапты іздейміз. Біріншісі
Öde тайгысы. Кеше оқып тастадым деді. Жоқ, ондай әңгіме болған жоқ, әлі оқыған жоқ. 2. 천천히 읽고 들려줘. Бұл сәйкес келуі мүмкін. Запаста ұстап тұрамыз. Асықпай оқып бер деді, иә. Үшіншісі тегіл игіл 시간이 없었어요. Кітап оқитын уақыт болған жоқ деді. Бұнда не жоқ. Қызықты болатын кітапты рекомендация жаса, яғни айтып жібересің деді. Бұл сәйкес. Асықпай, не дейді сонда? Асықпай оқып кейін берсең болады деді. 아직도 아르바이트를 못 구했어요. 학교 앞 식당에서 일할 사람을 찾던데요. Уақытша жұмысты әлі тапқан жоқпын деді, иә. Өстіп естіп отқан кезде заметка жасап отырсаңыздар, осылай сосын жерден жауап таңдау оңайырақ болады. Әлі тапқан жоқпын деді, сосын әйел адам не деді? Менде бір айтатын вариантым бар, соны көресің ба деді. Ары қарай жауап, 그래요, 한 번 가봐야겠어요. Солай ма? Бір рет барып көруге тура келеді деді. Бұл сәйкес келуі мүмкін. Вариантты ұстаймыз. 그러면 내일부터 일하기로 했어요. Я ертеңнен бастап жұмыс істеуді шештім дейді. Бұл әлі жұмыс тапқан жоқ. Ертеңнен бастап, сол үшін бұл жұмыс істеуді шешкен жоқ. Бұл қате. Үшіншісі, 정말요. 힘들면 언제든지 그만두세요. Шынымен ба, егер қиын болса, кез келген уақытта жұмыс істеуді тоқтатсаң болады деді. Жоқ, бұл қате. жұмысқа әлі кірген жоқ. Төртіншісі 맞아요. 좋은 곳을 구해서 기분이 좋아요. Иә, жақсы жұмыс орнын тапқаннан кейін көңіл күйім жақсы болып тұр дейді. Ол қате. Мына жерде бәрі жұмысты таптым деп подтвердить етсе, біріншісінде әлі жұмыс тапқан жоқпын, барып көрейін дейді. Аудио бойынша ол кісі әлі жұмыс тапқан жоқ, сол үшін бірінші жауабы сәйкес келеді. 6번. 나는 이 운동화로 할래. 너는 뭐 살 거야? 난 파란색하고 하얀색 둘 다 마음에 드는데 뭐가 더 괜찮아? Аяқ киімді уже тауып қойдым. Сен қайсысын таңдайсың деп сұрады, иә, ер кісіден. Ол парансек пен хаянсек, көк пен ақтың арасында ойланып тұрмын деді. Әлі ойланып тұр, яғни хаянсек пен парансек қалады, иә. Біріншісін қараймыз. Әйел не айтты? Кrom хаянсегру паккуру газа. Ағына ауыстырайық деді. Жоқ, ауыстыру туралы әңгіме болған жоқ. Ақ пен көк. Ақ және көк. Екі вариант тұр. Екеуінің қайсысын алсам болады деді. Сәйкес келмейді. Ауыстыру туралы әңгіме болған жоқ. Екіншісі, 나는 다른 운동화도 신어볼래. Басқа аяқ киімді де, кроссовкиді де киіп көргім келеді деді. Ондай әңгіме болған жоқ киіп көру туралы. Үшіншісі, 새로 산 운동화가 마음에 들어. Жаңадан сатып алған спорттық аяқ киім аған өте қатты ұнайды. Ол әлі сатып алған жоқ. Төртіншісі, 파란색이 너한테 더 잘 어울려. Көк түсті аяқ киім саған аққа қарағанда жақсырақ жарасып тұр дейді. 잘 어울려. Жарасып тұр. Сол үшін төртіншісі дұрыс болады. Неге екені? Мағына екі вариант болды ғой. Көк пен ақтың арасында қайсысын таңдайын деген. Сол үшін көкті 7번. 뉴스에서 봤는데 주말부터 장마가 시작된대요. 그래요? 올해도 작년만큼 비가 많이 올까요? 장마 яғни 장마 деген Кореяда жаңбыр жауатын сезон. Жаңбыр жауатын сезон басталады деп. Кішіл Корея. Жаңбыр міндетті түрде тоқтайды деді. Жаңбыр тоқтамайды. Жаңбыр жауатын сезон енді келе жатыр. Бір қате. Екі. 일기예보를 꼭 그랬어요. прогноз погоды, иә? Яғни ауа райы болжамын алдын ала көріп шығуым керек еді. Қап деп тұр еді.
ондай емес. Жаңмаға күннәнікка 진짜 тоғыя. жаңма. сезон бітті. жаңбыр сезоны. Сол үшін бітіп еді. Шынымен ыстық болып тұр дейді. Әлі біткен жоқ. Ол сезон енді басталайын деп жатыр. төртіншісі 작년하고 거의 비슷할 거예요. былтырғы жылмен почти бірдей болады деп айтты дейді. Осы жылы былтырғы жылмен бірдей болады ма деген әңгіме болды. Сондай бірдей болуы мүмкін деді. Сол үшін төртінші жауап дұрыс болады. 8번. 고객센터죠? 일주일 전에 의자를 주문했는데 아직 안 와서요. 죄송합니다. 주문량이 많아서 배송이 늦어지고 있습니다. Клиенттермен жұмыс жасайтын центрге хабарласып тұр. Қоңырау шалып, бір апта бұрын заказ берген едім, әлі келген жоқ. Сол қай уақытта келетін білсем болады ма деді. Ары қарайғы не айтылатын диалогта келесіне тұратын табу керек. Бірінші, код 배송된다니 다행이에요. Уже жіберіліп қойғандықтан 다행이에요. Слава жақсы болды. Жібер қандай да бір мәселе, қандай да бір жері дұрыс емес, бұзылған сияқты. Товарда әлі алған жоқ. Екі сәйкес келмейді. Үшінші, 언제쯤 배송될지 확인해 주시겠어요? қай уақытта тауарым жеткізілетінін тексеріп бере аласыз ба? деді. сәйкес келуі мүмкін, запаста ұстап тұрамыз. төртіншісі, 고객센터 전화번호 좀 알려주실래요? яғни клиенттермен жұмыс жасайтын центрдің нөмірін бересіз ба деді. Бұл қате, өйткені ол уже клиенттермен жұмыс жасайтын центрге хабарласып, ол өзінің заказын қашан келетінін сұрап тұр. Сол үшін мынау сәйкес келеді. Қай кезде точно доставка келетінін айтып бересіз ба дейді. Сол үшін үшінші жауап дұрыс вариант. 다음을 듣고 여자가 이어서 할 행동으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한 번 읽겠습니다. 9번. 사과는 다 씻었고 이제 자르면 되겠다. 자르는 건 내가 할 테니까 거기 있는 냄비 좀 줄래? 여기 있어. 근데 잼 만들려면 설탕이 더 필요하겠네. 내가 찾아올까? 응, 좀 갖다 줘. 9 бен 12 сұрақтың арасы, мына жерге дұрыстап оқып назар аудару керек. 여자 деді, тәміл 듣고 여자가 이어서 할. яғни аудиодан 여자ның қыздың ары қарай 할 행동, ары қарай жасайтын әрекетін қайсысы сәйкес келеді, соны таңдаймыз. Бұл автоматын, бұны алып тастаймыз. Алманы жудым, сосын жеміс жидектерді мен кесейін деп намжа деп жазып қойдым. Онда алманы жусаң, ары қарай оны мен кесейін деп айтты. Яғни бұны ер кісі кеседі. Бізге бұл жерде әйел кісінің жасайтын іс әрекетін табу керек. Сол үшін мынау варианты сәйкес келмейді. Ары қарай не деді? Нембиріл, яғни кастрюльді ары қарай, немби дегеніміз кастрюль. Кастрюль. Нембиді тауып, ары қарай варенье жасау үшін джем. Варенье жасау үшін қантпен бағана кесілген жемісті біріктіру керек деді. Бұны уже таптым деді. Кастрюлі уже дайын тұр. Енді ары қарай қант, сөлтаң туралы әңгіме болды. Сөлтаң керек болады бізге, сол үшін сөлтаңды барып тауып іздеп келейін деді. Мынау вариант ең дұрыс сәйкес келетін вариант. Сөлтаңы кажуында. Яғни әйелдің ары қарайғы іс әрекеті қантты тауып әкелу.
сол үшін үшінші вариант дұрыс болады. 10번. 손님, 놀이기구 타실 거죠? 그러면 가방은 여기에 보관하시겠어요? 네, 여기요. 모자는 쓰고 타도 돼요? 그것도 날아갈 수 있으니까 같이 보관해 드릴게요. 알겠습니다. Кию дегеніміз аттракцион. Отырайын деп жатыр әйел адам, ал ол жердегі ер кісінің дауысы сол жерге кіргізетін жұмысшы. Маған отырайын деп жатыр. Сосын ер кісі не деді? Қабаңды сөмке, яғни қабаң деген сөмке, сөмкені түсіп қалмау үшін, бұл жерде заттарыңыз құлап кетпеу үшін заттарыңызды осы жерге қалдырасыз дейді. Бұл жерде бізге ер кісінің іс-әрекеті қажет жоқ, әйел адамды керек, сол үшін бұны сызамыз. Үшіншісі торозин мүлгіні чүмнында. Әйел не істеді? Түсіп қалған, торозин деген түскен затты беріп жатыр. Жоқ, әйелдің заты әлі түскен жоқ, ол әлі отырған жоқ, сол үшін ол сәйкес келмейді. Не деді? Можары бұнында, яғни бас киімді де шешіп беруің керек па деп сұрады әйел. Бас киімді түсіп қалуы мүмкін, бас киімді де тоже бірге шешіп сөмкемен бірге бере салыңыз деді. Сол үшін әйелдің ары қарайғы іс-әрекеті не? 놀이기구에 탄다 емес, ол әлі отырған жоқ. Бұл сәйкес келмейді. Енді отырайын деп жатыр, алдымен отырмас бұрын сөмкесін береді және бас киімін шешеді. Сол үшін дұрыс жауап бір болады. әйел. 11번. 빨래방은 처음인데 먼저 코스 선택하고 세탁물 넣으면 되나? 여기 안내문 있다. 세탁물 넣은 후에 코스 선택하고 동전 넣으래. 나 동전은 없는데. 아, 저기 동전 교환기 있네. 바꿔 올게. 응. 난 또 뭘 해야 되는지 읽어볼게. Алдымен қалай қолдану керек екенін ер кісі уже оқып жатыр. Аннемуны иңнында. Аннемун дегеніміз справочный информация. Қалай қолдану керек екенін оқу. Оқып жатқан жоқ, ер кісі оқып жатыр. Төртіншісі сетак косыры сонтеканда. Жуатын курста қандай нәрсемен жуу керек, соны таңдап жатыр. Ол әлі таңдаған жоқ. Ол менде монета жоқ. Монетаны ауыстырып келейін деп айтты, иә? Сетаң мурын онында. Қажетті жуатын суды құямын деді. Ол суды әлі құйған жоқ. Тоңжоны паққұрғанда. Тоңжон дегеніміз монета, майда тиын. Менде майда тиын жоқ еді, тек ірі ақша ғана, майда ұсақ тиын салу керек деді ер кісі. Әйел адам, мен олай болса ақшамды ұсақ майда тиынға ауыстырып келейін деді. Сол үшін мына вариант, үшінші варианты дұрыс, ең сәйкес келеді. 12번. 감독님, 촬영 준비 끝났습니다. 물건들도 제자리에 놓았고요. 그럼 카메라 화면에서 어떻게 보이는지 확인해 봅시다. 저 거울이 꼭 필요할까요? 거울이 커서 그런지 사무실처럼 보이지가 않네요. 치울까요? 네, 그렇게 해주세요. дайынбыз. 촬영을 물건을 가져왔고, бұл уже сәйкес келмейді. Уже түсіруге дайын керек заттардың барлығын дайындап қойдым. Алып келмейді. Камераны сөлшанды. Камераны сөлшады дегеніміз орнату. Камераны орнатайын ба деді. Жоқ, ол туралы әңгіме болған жоқ. Сосын 감독님 не деді? Камера 화면을 본다. 화면 дегеніміз экран. Камераның экранын қарайық деді. Пожа деді, я. Экранын қарайық. Қалай көрініп тұр екен? Яғни бұл жерде әйел кісі қарап тұрған жоқ. Бағана режиссер өзі қарап тұр. Қате. Ана тұрған айна
кедергі жасап тұрған сияқты алып тастаймыз ба? Мына жерді кеңістікті онша емес қылып көрсетіп тұр, алып тастаймыз ба? Қалай жасаймыз деп сұрады, иә? Сосын әйел иә, алып тастасақ дұрыс болады. Онда мен айнаны барып алып тастаймын деді. Яғни көңіл чиюнда. Әйелдің ары қарайғы әрекеті айнаны алып тастайды. Дұрыс варианты айнаны алып тастау болады. 다음을 듣고 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. 한 번 읽겠습니다. 13번. 이 사진 좀 볼래? 이게 모형이래. 실제 배하고 똑같지? 와, 정말 잘 만들었다. 근데 뭐로 만든 거야? 나무인가? 아니, 가죽으로 만든 거래. 신기하다. 가죽을 이용해서 배 모형을 만들다니. 직접 한번 보고 싶다. Sa진 deganimiz surat, ya, suratga qarash. Mo'hyong deganimiz ulgu. Kichkintoy surat ulgu bo'ladi qo'y. 두 사람은 모형배를 만드는 중이다. 배 deganimiz kema. 모형 degan ulgu, ya, kemaning ulgusi, образец kichkintoy ulgusini жасап жатқан жоқ. Олар не деді? Әңгімеде суретдегі үлгіні қарап тұр олар. Қандай керемет үлгі, керемет жасалған, шын кеме сияқты көрінеді, я, деді. Сосын еркісі немен, қандай материалдан жасалған екен? Наму ма, деді. Ағаштан жасалған ба, деді. Қызық екен деп еді. Жоқ, ағаштан жасалған жоқ. Кажук. Кажуг으로 мандында. Яғни кажук дегеніміз тері, я, теріден жасалған зат екен. Шын кеме сияқты көрінеді, деді. Бірінші сұрақ, бірінші жауап. 두 사람은 모형배를 만드는 중이다. Екі адам кеменің үлгісін жасап жатыр. Жоқ, жасап жатқан жоқ, олар дайын суретке қарап тұр. 이 모형배는 가죽으로 만들어졌다. Мынау үлгі кеме, 가죽 деген тері арқылы жасалған. Дұрыс, сәйкес келеді, я. Вариант ұстап тұрамыз запаста. Үшіншісі, 여자는 남자가 준 사진을 보고 있다. Әйел еркісі берген суретті қарап тұр. Ол суретті еркісі берді ма, кім берді? Ол туралы әңгіме берген жоқ. Ол ешқандай берген суретті қарап тұрған жоқ. Екеуі бірге қарап тұр. Еркісі берген жоқ, екеуі бірге табылған суретке қарап тұр. Ол үшін бұл қате. Төртіншісі, 남자는 이 모형배를 직접 본 적이 있다. Еркісі бұл үлгі кемені бұған дейін өзі көрген жоқ. Бірінші рет көріп тұр. Вау деп өйткені таңғалды. Я? Бұл кемені мен әлі, ол кісі әлі көрген жоқ. Бірінші рет көріп тұр. Неден жасалған екен, қызық екен деп сұрау үшін бағана запаста қалған дұрыс вариантты таңдаймыз. 14번. 댄스 대회에 오신 여러분께 안내해 드립니다. 잠시 후 2시부터 개회식이 열립니다. 대기실에 계신 참가자들은 대회장으로 오시기 바랍니다. 개회식이 끝나는 대로 예선 경기가 시작되오니 그 자리에서 기다려 주십시오. 대회 중에는 촬영을 할 수 없으니 협조 부탁드립니다. Яғни екіде басталады. Тэйважанға келесіз. Біткен кезде есон 경기 басталады деді. Яғни біліктілікті арттыру туралы не басталады деді. Сосын соңында не дейді? 촬영 할 수 없으니, яғни ешқандай суретке түсіруге болмайды. Сол үшін 협조 부탁드립니다. Прошу түсінулеріңізді сұраймын деді. Жауаптарға қараймыз, қайсы сәйкес келеді. 개회식은 대화장에서 열린다. 페스티벌 대화장으로 열린다. 대회장다
ашылады деді. Дұрыс айтты. Міне белгілегенбіз. Сағат 2-де теуешік теуажаң деп белгілеп алдық. Бұны запаста ұстаймыз. Келесі. Теуе 장면을 찍을 수 있다. жарыстың сахнасын түсіруге болады. 장면 деген сахна. түсіруге болмайды деді жаңа, иә. Сол үшін бұл вариант сәйкес келмейді. 경기는 2시에 시작된다. 예선 дегеніміз біліктілік, знание. Біліктілік туралы жарыс бағана дэнс батл, иә, бұл бойында жатқан би жарысы. Ал біліктілік туралы жарыс сағат 2 сағат 2-де басталады деді. Жоқ, 2-де дэнс батл басталады. Біліктілік дэнс батл біткеннен кейін басталады деді. Мен жазып қойдым. Күт, есон деп біткен кезде есон. Сол үшін үшіншісі қате. 4. Теуешік тегешілі қаянда. Не біткеннен кейін, жарыс біткеннен кейін тегешілі күтетін. Теге дегеніміз күту, иә. Күту залына барып отырыңыздар деді. Ондай әңгіме болған жоқ. Сол үшін қате. Яғни дұрыс бір вариант қана қалады. Біріншісі теуешігін теуежаңесо елінде. Би жарысы би фестивальға арналған жерде болады деді. 15번. 어젯밤 10시 인주산에서 길을 잃은 등산객 4명이 구조됐습니다. 등산객의 구조 요청을 받은 구조대원들은 곧바로 수색 작업을 시작해 2시간 만에 등산객 모두를 발견했습니다. 등산객들은 산 정상에서 내려오던 중 날이 어두워져 길을 잃은 것으로 확인됐습니다. бұл оқиға сағат 10-да 인주시다, 인주 қаласында болған. 4 адам табылған. 구조했다. 구조하다 дегеніміз құтқару, кухада дегенмен бірге. 2 сағат бойы құтқарушылар жұмыс жасады және барлық адамдарды тапты деді. Модын мәне. Ондай болса жауаптарға қараймыз. 이사고는 오전에 발생했다. бұл оқиға 오전, 오후 дегеніміз бар, иә. 오전 деген түскі сағат 12-ге дейін, ол ohu дегеніміз 12-ден кейінгі нәрсе. Яғни 12-ге дейін болды деді. Жоқ. Сағат 10-да, кешкі 10-да деді ғой, иә. Бағана елші. Кешкі 10-да болған әңгіме ohu деді. Сол үшін біріншісі қате. Екіншісі, 등산객들은 모두 구조되었다. 등산객, яғни тауда болған оқиға ғой бұл, иә. 등산객 дегеніміз турист, тауға шығушылар барлығы 구조되었다. бағана жазылған кухада деген 구조되었다. барлығы құтқарылды. осы сәйкес келуі мүмкін. Үшіншісі, 사고 발생 인원을 조사할 예정이다. бұл оқиғаға жауапты, кінәсі бар адамды іздеп жатыр деді. Жоқ, іздеп жатқан жоқ, олар уже айтты. Бағанағы таудың шыңына шыққан кезде тайғанап кетіп, не болған? Жарақат болған. Сол үшін ол қате. Үшіншісі сәйкес келмейді. 산 정상에서 오르다가 사고가 발생했다. тау шыңынан түсіп келе жатқан кезде не деді? 등산객들은 산 정상에서 내려오던 중 날이 어두워져 길을 잃은 것으로 확인됐습니다. 내리다 дегеніміз төмен қарай түсу. ана жерде 오르다, жоғары қарай көтерілу. төмен қарай түсіп бара жатқан кезде тайғанап жарақат алған деді. сол үшін таудың шыңына жоғары бара жатқан кезде бұл орын алды дейді. бұл қате, жоғары бара жатқан жоқ, олар тау шыңынан төмен түсіп келе жатқан кезде болған оқиға. сол үшін дұрыс жауабы 2 болады. Туристер барлығы құтқарылды. Екінші жауапты таңдаймыз.